Наурыз төл мәдениетімізді айғақтайтын айрықша мейрам. Ата-бабамыздан мұра болып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан мереке қарсаңында ауданымыздың жалынды жастары қала тұрғындарына ерекше көңіл күй сыйлады. Күмбірлеген домбыра үнімен шаһар аралап, тұрғындарға ерекше әсер сыйлаған іс-шара барысын әріптесім жалғастырсын. Сарыағаш аудандық жастар орталығының ұйытқы болуымен бүгін қала тұрғындары ерекше әсерге бөленді. Жастар орталығы мен аудандық мәдениет үйінің қызметкерлері бірлесе отырып, қала тұрғындарына әз Наурыздың жетіп келгенін хабарлады. Наурыз мейрамын осылайша ұрандатқан жастар Қапланбек кеден бекетінен бастап қала көшелерін аралады. Содан соң халық көп шоғырланған мекемелерге ат басын бұрды. Әуелетіп салынған әнге, қос ішекті домбырадан төгілген күйге тәнті болған тұрғындар әсерін былайша жеткізді. Әсерлі көңіл күйде болдық, барлығы жақсы. Осында жаңа мерекеден мерекеге жетуіміздің өзі бір қуаныш қой бізге. Кіріп келе жатқан мерекеміз құтты болсын. Осы Сарыағаш халқы, оңтүстік халқының жаңа Наурыз мейрамы құтты болсын. Ұлыстың ұлы күні жаңа Наурыз мейрамымыз құтты болсын. Өте әсерлі. Мынандай жерге мен келіп, осындай көңіл күйде отырам деп ойламаппын. Көзіме жас келді қазір. Өте қуаныштымын. Ұйымдастырған жастар орталығына көптен көп рахмет. Ежелден жыл басы саналатын Наурыз мейрамында жастар жағы қала тұрғындарына ұлттық тағамдарымызды ұсынып, аталмыш мейрамның символы Наурыз көжеден дәм татқызды. Қазақи әндерден шашу шашып, жастар жағы арқа-жарқа болды. Фәни мен Бақи арасындағы өмірі өлеңмен өрілген әрбір қаймана қазақ 3000 жылдық тарихы бар Наурыз мерекесін жоғары деңгейде атап өту қажет. Біз жастар ресурсы орталығының белсенді мүшелері, көшбасшылар және де ерікті жастар жұдырықтай жұмылып, адамдар шоғырланған жерге бауырсақ, құрт, тәрізді керемет заттар таратып, кішігірім концерттік бағдарламалар қойып қайттық. Жаңару мерекесі саналатын Наурыз мейрамы әр халықтарда, әр өңірде әр қилы тойланады. Ал Сарыағаш өңірінің жастары биыл Наурыз мейрамын ерекше қарсы алды. Қазақи болмысымызды еске түсіріп, ұлттық құндылықтарымызды тек өз бойларына ғана сіңіріп қоймай, халық арасында дәріптеді. Мұның өзі төл мәдениетімізді әлем халықтарының алдында паш етіп, жастарды ұлттық құндылықтарымыз бен салт-дәстүрлеріміздің қадір қасиетін түсініп түйсінуге үйретеді, дейді шараны ұйымдастырушылар. Бүгін ауданымыздың талантты жастары мен өнерлі жастарының қатысуымен ауданның жалпы Наурыз мерекесінің қарсаңында ауданымыздың халқына, жалпы жастарына үлкен көңіл күй сыйлау мақсатында үлкен іс-шара болып өтті. Іс-шарада жалпы 50-60 ерікті жастар, өнерлі жастар, талантты жастарымыз қатысты. Келе жатқан Наурыз мерекесі құтты болсын, елімізге ырыс алып берсін, ынтымақ алып берсін, халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын, осындай бейбіт заман бола берсін. Талаптың аты арындаған, жастықтың оты жалындаған Сарыағаш халқының жастары Наурыз мерекесімен құттықтайды! Майран Нұрмахан, Бегалы Сапаралиев, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.